Біреуге қарызға ақша беретін кезде мынаны жақсы біліп алыңыздар. Біріншіден, ертең оны өндіріп алу өте қиынға соғады. Ол адамның атында не бар, мүлігі бар ма, жалпы материалды жағдайы қалай, жұмыс істей ме, істемей ме, осыларға назар аудару керек қарызға беретін кезде. Оны ертең ол қайтара алады ма? Егер де суммасы берілетін қарыздың қомақты болатын болса, онда кепілге не қоя алады? Соны анықтау керек. Одан кейін міндетті түрде қарыз беруді жазбаша рәсімдеу керек. Оның екі мүмкіндігі бар. Біріншісі, қолхат жаздырып алу. Қолхатта мен Рауан Жанболсыннан 100 000 теңге қарызға алдым. Оны мынандай күні, мынандай жылы, мынандай айда қайтарамын деп өзімнің қолымды қойып, аты жөнімді жазып, қолхат берілген күнді көрсетуім керек. Мінекей сол кезде қолхат өндіріп алуға жарамды болады. Енді екінші варианты ол зайым шартын жасау. Зайым шартын біздер Заңзаңғар компаниясы бүкіл Қазақстан аумағы бойынша жаңа қолхаттың да үлгісін жасаймыз. Зайым шартында үлгісін жасап, беріп, соны тараптарға ұсынып отырмыз. Екі жақ қол қойып, оны күшіне ендіреді. Ол зайым шарты да қолхатта жазылып болып, оған оны жасаған адам қол қойғаннан бастап күшінде болады, заңды болады. Осыларды біліп жүрейік. Қарызға ақша берген кезде ең бастысы жазбаша болу керек, және ертең оны қайтарып алу оңайға соқпайды. Сондықтан оның материалдық жағдайы, сен қарыз ақша берген адам қандай, соны анықтауың керек, білуің керек. Егер де көңілің дауа соқпаса, сенімді болмасаң, жаңадай материал жағдайы күткендей болмаса, және жазбаша қолхат беруден кейде бас тартып жатады адамдар, онда болды. Осы жерден доғарып, қарызға ақша берме. Қолхат анау беретін болса, енді өзің пайымыңа салып, ойланып көресің. Алла баршамызға жар болсын.